Кімдер Байғұл қажының медресесінен білім алып, атақты, даңқты ақын ишанға айналды? Біздің дерегіміз бойынша тұңғыш ақын дәрежесін қорғаған Тұрғанбай ақын. Ыбырайым ақын көзіңізбен көрдіңіз ғой сонда. Қандай кісі болды? Бізге суреттеп беріңізші. 7 жасында келген мына медресеге. Жаңағы Тұрғанбай ақын дейтін 11 жас үлкен ағасы. Сол пана қылған. Мынау да ағасы ғой, атасы. Көптеген адам білмейді ғой бұл жол қалай баратыны деген сияқты масштабын құрастырып, маршруттық сызбасын. Маршрут кәдімгі, соқпақ. Маршруттық сызбасын 33 минутты қамтитын 25 километр жерді осылай сызу арқылы, осылай QR кодпен Есенбек әулие. Өте керемет адам болған енді балалығында. Жалпы ол кісіге әруақ қалай қонды? Қырдың үстінде ең бірінші соқыр шекке жаңа отық жасаған кісі деп естіп едім. Баймағамбетті өзіне ыңғайлайды да отырғызып, жаңағы түсінгені бұның қолындағы таяқшаны пышақтай қылып жонып, өткір қылып, сонымен тілсе де, тессе де тілді жаратты.